достар, бүгін сіздермен 7 сыныптың есептері, яғни Бахановтың 5-ші нұсқасының 7-ші есебін қарастыратын боламыз. Сіздерге есептің берілгені көрсетілген, сол бойынша бізде моторлық аяқтың жылдамдығымен және ағысының жылдамдығын табуымыз қажет. Біздің есептің шарты бойынша А және Б бекеттерінің ара қашықтығы берілген 100 км-ге тең және моторлық аяқтың өзен ағысымен жүзгендегі уақыты берілген және кері қайтқан кездегі уақыты беріліп қойған. Енді осы бойынша бізге өзенге қатысты формуласы бар, соны жазайық. Бірінші А Б бекеті бойынша S-дің формуласы S тең В моторлық қайық қосылған В ағыс бір формасы бойынша қозғалады. Яғни өзен ағысының жүзген кездегі формасы осыған тең болады. Ал енді кері қарай қайтқан кездегісі, моторлық қайығымыз кері қарай қайтқан кездегісі формасы жазайық. Енді ол Б және А бекеттері бойынша S тең В моторлық қайық азайтылған В ағыс Т2 формасы бойынша жазылады. Осы жерден енді біз моторлық аяқтың ағысының жылдамдығын табу үшін осы теңдеуді орындау керек. Бірінші жағдайымыз В моторлық қайық плюс В ағыс тең S бөлінген Т1 формасы бойынша боламыз. Екіншісінде В моторлық қайық азайтылған В ағыс тең болады S бөлінген Т2 бөлінген бойынша өрнектеледі. Осыны теңдеу жүйесіне аламыз. Бізде ара қашықтық және уақыттардың берілген, сол бойынша жазылайық. Қанша тең болады? В моторлық қайық қосылған В ағысымыз бізде 25-ге тең болады. Яғни 100-ді бөлеміз 4-ке. Сонда 25 шықты. Екіншісінде В моторлық азайтылған В ағыс тең 10-ға тең болады. Енді теңдеулер жүйесінің шешуінің әдісі бойынша біз бір-біріне азайтып тастаймыз. Азайтамыз, сонда бізде 2 В ағыс тең болады, 15-ге тең болады. Сонда В ағысымыз бізде 7,5 сағатқа тең болады. Енді осы В ағысының жылдамдығын тауып алдық біз. Осы ағысының жылдамдығын орнына әкеліп қоятын болсақ, кез келген біреуіне қойсақ та бір жауап шығады. Сонда В моторлық қайық тең болады 25 азайтылған В ағыс. В моторлық қайық тең болады 17,5 км бөлінген сағатқа тең болады. Бірінші жауабы, екінші жауап шықты. Көріп тұрғандарыңызда бізде ағысының жылдамдығы және моторлық қайықтың жылдамдықтары шықты. Сонда бізде екі бекеттің арасы 100 болғандықтан моторлық қайық өзен ағысымен 4 сағатта, кері қарай 10 сағатта қайтады екен. Сонда ағысының жылдамдығы бізде 7,15 км/сағат шығып тұр, ал моторлық қайықтың жылдамдығы бізде 17,15 км/сағат шығып тұр. Есептің шығару жолы осындай. Алдағы уақытта тағы сіздерге көрсететін боламыз. Бізде есептер көп, бізбен бірге болыңыздар. Енді мен сіздерге бір тапсырма берейін. Сол тапсырманың келесі сабағымызда орындауға тырысыңыздар. Мен келесі жолы сол есептің шығарылуын көрсетемін. Есептің шығару шарты сіздерге көрсетілген. Осы есепті келесі сабақта талдайтын боламыз. Сіздермен кездескенше бізге тіркеліңіздер және лайк басуды ұмытпаңыздар. Қош, сау болыңыздар.